Саламатсыздар ма? Пәніміздің тақырыбы, пәніміздің атауы көлік техникасын қалпына келтіру және әзірлеу технологиясының негіздері. Бұл пәннен жол көлік факультетінің көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы мен Жәлеубеков Медет Ақмоллаұлы беремін. Пәннің сипаттамасы: көлік техникасын қалпына келтіру және әзірлеу технологиясының негіздері пәні профессионалдық пәндердің міндетті циклына кіреді. Пәннің мақсаты: көлік техникасын қалпына келтіру және әзірлеу технологиясының негіздері пәнінің мақсаты автокөлік мамандығының болашақ мамандарына өндірісті ұйымдастыру және технологиясы негіздері мен автокөлікті жөндеу бойынша білім беру және тәжірибелік дағдылар қалыптастыру, технологиялық үрдістерді жобалау міндеттерін шеше білуге үйрету. Келесі слайдтан көретіндеріңіз пәннің міндеттері. Пәннің міндеттері мынадай: студенттердің бойында ғылыми ойлау мен прогрессшіл көзқарасты қалыптастыру, көлік техникасын жасау және жөндеу технологиясының негіздері мен ережелерді тәжірибеде қолдана білу болып табылады. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуге міндетті: автокөлік өндіріс техникалық базаны толық жетілдіру туралы, болашақ көлік бакалаврларының ғылыми техникалық ақпарат ағынында бағдарлануына мүмкіндік беретін және оларға өзінің практикалық қызметінде ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің мүмкіндігін қамтамасыз ететін, көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін басқару саласында жүйелі талдау мен болжаудың программалық мақсатты әдістері туралы түсінікке ие болуға. Автокөлік өндірісінің қазіргі заманғы технологиялық жабдықтардың прогрессшіл технологиялық процестерін ұйымдастыру және студенттердің бойында экспериментті және математикалық әдістерді талдауды пайдалану арқылы балама амалдар негізінде инженерлік есептерді шешудегі тәсілдер мен дағдыларды қалыптастыруды білуге. Өндірістегі кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарды ашуды, инженерлік техникалық қызмет персоналымен жұмыс істеуді, компьютерлік техниканы кеңінен пайдалануды, өндірісті басқарумен және
каркындатуу менен еңбек, отун, энергетикалык және материалдык ресурстарды үнөмдөмө байланыштуу міндеттерді, сондай-ақ көлік техникасын техникалық пайдалану саласындағы экологиялық және экономикалық проблемаларды шешуді істей білуге. Автокөлік техникасын тиімді пайдаланудың және олардың тиімді пайдаланылуын арттырудың қазіргі заманғы әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану арқылы техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің нарықтық қатынастар жағдайларында рөлі мен мағынасы өсетін нормативтік, технологиялық және жобалық құжаттама саласында қолданылатын заңдарды меңгеру мен түсінудің практикалық дағдыларын меңгеруге. Бұл қарастырып өткендеріміз пәннің сипаттары, міндеттері және студенттердің білуге тиісті, осы пәнге байланысты білуге, үйренуге тиісті бағыттарын қарастырдық. Бірінші дәріс. Көлік техникасын қалпына келтіру және әзірлеу технологиясының негіздері. Дәрістің жоспары. Бірінші кіріспе, екінші негізгі ұғымдар мен түсініктемелер осы пәнге байланысты пәнге тиісті дәрістің кезінде кездесетін ұғымдар мен түсініктемелер туралы қарастыратын боламыз. Дәрістің қысқаша мазмұны. Кіріспе. Автокөлік кәсіпорнының жөндеу саласын үнемі қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етуді сақтамау кәсіпорынның техникалық дайындығын азайтудың маңызды факторы. Жаңа қосалқы бөлшектер өндірісін кеңейту материалдық және еңбек шығындарының артуымен байланысты. Алайда бірінші күрделі жөндеу кезінде бөлшектердің шамамен 75% алынып тасталғанымен, айырбасталғанымен, ол бөлшектер зақымданбағандықтан басқа көліктерді жөндеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Бұл жерде қосалқы бөлшектер жайында айтылып отыр. Сондықтан өндірісті баламалы кеңейту мақсатында көлік және агрегаттардың кезінде тозған бөлшектерін қайта қалпына келтіріп пайдалану болып табылады. Жөндеу тәжірибесінен белгілі болғандай, тозған бөлшектердің көпшілігінің тозған кездегі салмағы бастапқы массасының
1-2%-нан аспайды. Сонымен қатар бөлшектердің беріктігі іс жүзінде сақталады. Мысалы, тозған кезде керексіз іштен жану қозғалтқыштарының бөліктерінің 95%-ы 0,3 мм-ден аспайтын желінуге ұшырайды, және олардың көпшілігін қалпына келтіру арқылы кейін қайта өңдеуге болады. Сонымен қатар бөлшектердің техникалардың бөлшектерін қалпына келтіріп, қайта пайдалану, жарамды бөлшектерді пайдалану, жөндеу саласының жаңадан машина өндіргеннен экономикалық тиімділігін көрсетеді. Бұл жаңа машиналарды өндіруге жұмсалған шығындармен салыстырғанда металл және басқа материалдардың шығындарын азайта отырып, қысқа мерзімге жөндеуге мүмкіндік береді. Қалпына келтірілген көлік құралдары мен қондырғылардың жоғарғы сапасы қалпына келтірілген бөлшектердің ресурстарына деген жоғарғы сұранысты ұсынады. Осы орайда ол көлік және бөлімшелерінде жөндеуден бөлшектер тағы басқа негізгі өлшемдері өзгерісін, дене бөліктерінде турасыздығын, майлау шарттарын өзгерту және көрсететін әдетте жаңаға қарағанда әлде қайда нашар жағдайында жұмыс екені белгілі. Осы орайда қалпына келтіру технологиясы бөліктері жөнделген және кейіннен өңдеу әдістеріне негізделуі тиіс. Бұл жөнделген бөліктердің сақталуын ғана емес, сонымен қатар жөндеу мерзімін ұзартуға да мүмкіндік береді.
Мысалы бөлшектер құрамдау, плазмалау және дүмпіп бүрку арқылы индукциялық және лазерлік дәнекерлеу арқылы қалпына келтірілсе, олардың металл қабатының беріктігі жаңа бөлшектерге қарағанда айтарлықтай жоғары болады. Автомобиль бөлшектерін қалпына келтіру ірі жөндеу жұмыстарының, мамандандырылған шағын кәсіпорындар мен кооперативтердің экономикалық қызметінің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып саналады. Іс жүзінде жаңа индустрия құрылды. Тозған бөлшектерді қалпына келтіру. Оның ішінде ең маңыздысы металл көп жұмсалатын бөлшектерді жөндеп, екінші рет қолдануға болады. Бұл жерде бөлшектерді қалпына келтіру, руда өндіріп, оны заводтарда балқытып, металл дайындап, одан жаңағы бөлшектерді дайындағаннан көптеген есе еңбек тиімділігіне және экономикалық пайдалылығы жағынан артықшылықтары бар. Мысалы, алынған жаңа иіндібілікке қарағанда қалпына келтіріліп пайдаланылатын иіндібілік 2,5 есе артық, қозғалтқыштың блоктары 1,9 есе, беріліс қорабының картері жаңағы қарағанда 2,1 есе артық. Бөлшектерді қалпына келтірудің өзіндік құны олардың жаңасының бағасының 75%-ын құрайды, ал материал шығыны 10-15 есе төмен болып келеді. Автомобиль бөлшектерін қалпына келтіруге маманданған кәсіпорындардың жоғарғы экономикалық тиімділігі оларды нарықтық өндіріс шарттарында бәсекеге қабілеттілікпен қамтамасыз етеді. Шет елде технологиялық мәселелерге және бөлшектерді қалпына келтіруге үлкен назар аударылады.
Өте дамыған елдерде ақш, ұлыбритания, жапония, германия жөндеу негізінен автомобиль өндірушілерінде жүргізіледі. Енді біліктер және таратушы цилиндрлер, блоктар және бас тиектер, тежегіш барабандар және басқа да жөндеу нысандары жаңа көліктердің мотор және агрегат жөндейтін шеберханалар, тәуелсіз делда фирмалары, компаниялар, өндірушілер болып табылады. Мысалы, ақш-та 800-ге жуық компаниялар мен фирмалар бөлшектерді қалпына келтірумен айналысады. Олардың 40% қалпына келтірген бөлшектер. Бұл мамандандырылған фирмалар өнімдердің жалпы көлеміндегі автомобиль кәсіпорындары үшін компоненттер өндіруші компанияларға 10%-ын қамтиды. ақш-та бөліктерді қалпына келтірудің нәтижесінде қосалқы бөлшектердегі көлік құралдарына деген қажеттілік 25%-ды қамтамасыз етілді. Бұйым берілген өндірістің соңғы кезеңінің өнеркәсіптік өнімінің дана немесе экземплярда саналатын бірлігі. Машина элементтері немесе жекелеген бөлшек бұйым бола алады. Бөлшек бұл бір текті материалдан атауы мен маркасы бойынша құрастыру операцияларын пайдаланбай жасалған бұйым. Мысалға, поршендік саусақ, шөберін және тағы басқалар. Бұл слайдтағы шөберін деген сөз шкварняны қазақша кейінгі уақыттарда шөберін деп аударып жүрміз. Құрастыру бірлігі, құрастырушы бөліктері бір-бірімен құрастыру операциялары арқылы біріктірілген бұйым, шегелеу, пісіру және тағы басқада. Ал жартылай фабрикат жеткізіп беруші кәсіпорынның қосымша өңдеуді немесе құрастыруды қажет ететін бұйымы.
жинақтаушы бұйым жеткізіп беруші кәсіпорынның өзге кәсіпорындар өндіретін бұйымның құрама бөлігі ретінде пайдаланылатын бұйымы, қозғалтқыштар, айнымалы беріліс қорабы, мойын тіректер және тағы басқалар. Шығару тактісі өнімнің белгілі бір түрінің типоразмерінің оқтын-оқтын өндірілуінің уақыты интервалы. Бұл слайдта өндіру ритмі уақыт бірлігінде өндірілген өнімнің белгілі бір түрінің типоразмерінің саны, өндіру көлемі, кәсіпорынның жоспарланған уақыт интервалы бойында дайындайтын бұйым саны, өндіру бағдарламасы, бұйымдардың атауларының тізімі, өндіру көлемі және әр түр бойынша дайындау уақыты. Бұл слайдтағы анықтамаларды кішкене ерекшелеп жазып қоюларыңа болады. Өйткені бақылау сұрақтарында не болмаса тесттарда осы анықтамалар бойынша сұрақтар келуі мүмкін. Өндіріс үрдісі берілген кәсіпорындағы өндірілетін өнімді дайындау немесе жөндеу үшін қажетті адамдар мен өндіріс құралдарының барлық әрекеттерінің жиынтығы. Өндірістік үрдіске келесілер кіреді. Өндіріс құралдарын дайындау және жұмыс орындарын қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Материалдар мен жартылай фабрикаттарды алу және сақтау. Машина бөлшектерін дайындаудың барлық кезеңдері. Құрастыру бірліктерін құрастыру.
материалдарды дайындамаларды, бөлшектерді құрастыру бірліктерін және бұйымдарды тасымалдау, өндірістің барлық кезеңдеріндегі технологиялық бақылау, дайын өнімді бумалау және бұйымды дайындаумен байланысты басқа да әрекеттер. Технологиялық үрдіс өндіріс мәнін өзгерту және алдағы уақытта оның жағдайын анықтау әрекеттерін қамтитын өндіріс үрдісінің бөлігі. Бөлшекті өңдеуге қойылатын талапқа сәйкес технологиялық үрдіс әртүрлі технологиялық әдістерді қамтуы мүмкін: кесу, құрастыру, шегелеу, пісіру және тағы басқа арқылы өңдеу. Технологиялық операция бір жұмыс орнында орындалатын технологиялық үрдістің аяқталған бөлігі. Жұмыс орны орындалатын операцияға қатысты жабдықталған өндірістік аудан бөлімшесі. Әдетте операцияны орындау кезінде дайындаманы бірнеше рет орнықтырады және бекітеді, яғни бірнеше орнықтыру орындалады. Орнықтыру өңделетін дайындаманы немесе құрастырылатын құрастыру бірлігін бекіту кезінде орындалатын технологиялық операциялар бөлігі. Кесу арқылы өңдеу кезінде дайындама орнының, станок үстелінің немесе құралдың бетіне қатысты өзгеруі жаңа орнықтыруды білдіреді. Өңдеу үрдісінде дайындама орнын инструментке немесе станок түйіндеріне қатысты бұрылу құралдары арқылы өзгертуі мүмкін. Яғни әртүрлі позиция иеленеді. Егер технологиялық үрдісте орнықтыру аз, позиция көп болса, мұндай үрдіс жоғары дәлділікті және өңдеудің өнімділігін қамтамасыз етеді.
Технологиялық ауысым технологиялық операцияның аяқталған бөлігі. Ол өңдеу немесе құрастыру кезінде біріктіруде пайдаланылатын инструменттер мен беттердің тұрақтылығымен сипатталады. Осы элементтердің бірі өзгерген кезде жаңа ауысым пайда болады. Мысалы, бөлшектегі нақты тесікті үш инструментпен өңдейді: бұрғы, зеңкер және қашау. Яғни үш ауысымда. Әр ауысымнан кейін сапаның белгілі көрсеткіштерімен сипатталатын бет пайда болады. Келесі слайдта, бұл слайдта осы дәріске байланысты бақылау сұрақтары берілген. Бөлшектің анықтамасын айт. Жаңа жоғарыда анықтамасы берілді. Құрастыру бірлігі дегеніміз не? Өндіру көлемі дегеніміз не? Бұл сұрақтар бақылау сұрақтары болып табылады. Келесі слайдта осы дәрісті дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген. Бұл әдебиеттерді біздің техникалық университеттің бірінші корпусындағы кітапханадан алуларыңызға болады. Не болмаса интернет ресурстарынан осы тақырыптар бойынша тауып алып, керекті материалдарды қарастыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.